Олай болатын болса өте тамаша. Оған қанша су құюға болады? Жауабы осындай дециметр шындыр. Мынау тиза өмірмен байланысты көріп отырсың ма? Ал мына теңізде тек қана мен түсіндім. Сен мына пирамиданың биіктігі деп қарастырып тұрсың. Пиза халықаралық зерттеулер тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың бойын алып енді көмекшіңіз Салима апай көп рахмет, керемет өтті. Яғни біз әркім мына екі топтың өзі бірталай ойландырдыңыз, көптеген есептерді шығардыңыз, және бұл жердегі ең негізгісі есептерді шығара отырып, бұның қай классқа және қай халықаралық зерттеудің қайсысына сәйкес келетіндігін анықтадыңыздар. Енді бұл жерде тек қана бір ғана суретпен қаншама ойды, қаншама жаңағы математиктердің қаншалықты, яғни өздерінің әрбір классқа берілген стандарт бойынша есептерін, яғни анықтаттыңыз. Ол бойынша ойнап отырып өздері айтқандарын білмей қалды. Әрбіреуі, яғни белгілі әрбір классқа жас ерекшелігіне байланысты және стандарттқа байланысты жұмыс істеп жатқанды көрдім мен. Мынау коучинг маған мысалға өте қажет болды. Себебі математика барлық сабақтарына кірдім деп айта алмаймын, бірақ біршама сабақтарға кірдім. Деңгейі жақсы. Енді келесі оқу жылына